Бүгін мен сіздерге планер туралы айтатын болам. Мен ойында қандай планер шығарам, соны көрсетейін. Бірінші подачам ол бастапқы екі қолмен лақтырып шығарып жүрдім. Соңғы кезде қазір мен бір қолмен лақтырып шығарып жүрдім. Оның айырмашылығы былай қатты емес. Екі қолмен шығарғанда подачам күші азырақ болып жүр. Мен сосын бір қолмен шығарғанда қаттырақ болып жүрді. Қазір көрсетейін. Екі қолмен шығарған кезде лақтырам, подброс. Осылай, қазір былай шығарып жүрмін. Бір қолмен алдыма дайындап алам. Қолымды уже мына былай айтқан кезде қолымды артқа қарай шынтағымды. Күш арттан болған сайын допқа күш көбірек түседі да, мен екі қолмен лақтырған кезде қолымды көп артқа шынтағымды былай ала алмай жүрдім. Сондықтан мен бірден осылай дайындап алам. И осы арттан келген соққымен мен жасап жүрдім. Ол былай. Уже дайын болады қолым, тек лақтырып ұрам. Қолды арттан келсе қаттырақ шығады. Менің ойым бірақ. Бұған келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, комментарийға жазыңыздар.